Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Сіздердің назарларыңызға кезекті дүниежүзі тарихы бойынша ұлттық тестілеу орталығы ұсынған 100 датаны ұсынбақпын. Сонымен біздер 67-ші дата, ол 1922 жылы 30 желтоқсанда халықаралық ірі субъект, сонымен КСРО-ның құрылғандығын айтып едік. Кеңестік социалистік республикалар одағының құрылғандығын айтып едік. Енді келесі бізде бұл 68-ші дата, ол 1923 жылы Лозанна келісімінің нәтижесінде, бұл келісім 22-23 жылдар аралығында болған, Түркия республикасы құрылады осылайша. Түркияның сонымен қазіргі біз көріп жүрген шекарасы бекітіледі. Түркия деген, естеріңізде болатын болса, ол бұрын Осман империясы деп аталды осыған дейін, және оның территориясы Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін бөлшектелді. Сонымен Лозанна келісімінің нәтижесі 1923 жыл 24 қазан, сонымен Мұстафа Кемал бастаған түріктер жаңа бір республиканы құрды осылайша. Келесі, енді 69-шы дата, ол 1929-1933 жылдардағы әлемдік экономикалық дағдарыс. Бүкіл әлемнің сонымен осыған дейін және кейін деп келетін экономика тарихында, жалпы ақш-тың тарихында үлкен орын алатын дағдарыс. Бұл енді мына сонымен жылжымайтын мүлік саласынан басталды деп түсіндіреді кейбір деректерде. ақш-тан басталды, яғни қара бейсенбі бір мезетте сонымен ірі компаниялардың акциялары құлдырап кеткен болады. Түрлі версиялар айтылады, сонымен қолдан жасалған болуы мүмкін деп айтады кейбір деректерде. Қалай болғанда да сонымен әлемдік дағдарыстың орын алғандығы 29-33 жылдар бұл бізге белгілі. Келесі 70-ші дата, ол 1933 жыл Германияда фашистік диктатура орнайды. Сонымен фашизм деген сөздің өзіне жеке түсініктеме беретін болса, ол фашио деген негізгі итальян бума, одақ, бірлестік деген мағынасын білдіреді. Ал диктатура деген ол жалпы енді диктат немесе диктовать деген сөз бар жалпы, иә, осыған қатысты. Диктатура деген сонымен бір адамның қолына билік шоғырланады, ол әкімшіл, әміршіл тәсілдер арқылы билікті жүргізеді. Сонымен қарсы оппозиция деген мүлдем қолдаусыз қалады, немесе оны мүлдем қудалап, оны мүлдем жояды. Қысқасы бір партияның билігі орнайды әдетте диктатурада. Қалған партия болуы мүмкін емес. Мысалы біздер кейде естиміз пролетариат диктатурасы, мысалы кеңестік Ресейдегі. Яғни пролетариат дегеніміз қолында ешқандай мүлкі жоқ адамдар, мысалы билікті орнатты 1917 жыл қазан революциясы кезінде. Сол секілді диктатура, ол сонымен бір партиялық жүйемен ерекшеленеді. Ол әдетте сонымен репрессивті органдар өте қатты жұмыс жасайды, толық тоталды сонымен бақылау болады. Қысқасы құпия полициялардың болуы, сосын концентрациялы лагерлердің болуы түсіндіріледі. Германияда сонымен фашистік диктатура 1933 жылы орнаған, ол тікелей сонымен Адольф Гитлерге байланысты болды. Осыған дейін өмір сүріп келген 1919-дан 33-ке дейін өмір сүріп келген Веймар деген республика жойылды. Оның алдындағы Веймар республикасының президенті Гинденбург сонымен биліктен кетті. Оның орнына осыған дейін Гинденбургтың кезінде рейхсканцлер болып жүрген сонымен Гитлер екі лауазымды біріктірді. Сонымен рейхсканцлер лауазымын біріктірді және президент лауазымын екеуін біріктірді. Енді ол фюрер деген атақ алды. Сонымен 71-ші дата бізде 1937 жыл Жапонияның Қытаймен соғысының басталған уақыты. 37-41 жылдар. Лугуцяо деген көпірдің маңынан басталып деп келеді біздерде. Яғни үлкен бір екінші дүниежүзілік соғыстың алдында болған ірі оқиға болды. Кейбір тарихшылар айтады, жалпы негізі екінші дүниежүзілік соғысты бұл 1937-ден бастаған дұрыс деп айтады. Себебі енді Европада болса ол дүниежүзілік соғыс, сонда Азияда болса ол дүниежүзілік соғыс емес па деген сұрақты қояды да, сонымен үлкен провокациялық сұрақ қояды да, осындай сұраққа жауап іздейді. Шынымен де неге десеңіз, Жапония деген Қытайды отарлаған кезде анығын айту керек. Енді кейбір деректерде 30 миллионнан астам деп айтады. Жалпы қытайлық өлтірілген оккупациялық режим кезінде өте қатты қытайлықтардың зардап шеккендігі айтылады. Келесі 72-ші дата, ол 1938 жыл Мюнхен келісімі. Бұл Мюнхен келісімі қысқасы мына жалпы Германия өзі әділеттілік орнатып жатырмыз деп есептеген. Себебі 1919 жылы сонымен Версаль келісімінің нәтижесінде Германия деген өте қатты, былайша айтқан кезде, енді Германияның тарапынан қарайтын болсақ, өте қатты зардап шеккен сияқты болып көрінеді. Себебі оның территориясы бөлшектенген және халқының көп бөлігі деген, былайша айтқан кезде, оның территориясы алынғаннан кейін халқының кейбір бөліктері өзге мемлекеттердің қарамағына қалып кетті деп түсіндіреді Гитлер өзінің мысалы сөздерінде. Осылайша Гитлердің ойынша, сонымен бұлар деген тарихи әділеттілікті қалпына келтіріп жатырмыз деп, Чехословакияға сонымен өтіп кеткен, яғни Версаль келісімінің нәтижесінде кейін Судет деген облыс болған, сол Судет облысының территориясын онда референдум, яғни дауыс беру жүргізе отырып, ондағы айтқан сылтауы Судет облысында этникалық немістер өте көп тұрады. Яғни олардың өзінің шешімі бойынша
бұлар деген өздері Германияның құрамында болуды қалайды. Осылайша біздер Чехословакиядан Судет облысын тартып аламыз деп қысқасы үлкен референдум өткізіп, оның нәтижесінде Судет облысын Германия өзіне қосып алады. Неге соншама Судет? Судеттің территориясында ол жұмыс жасап тұрған завод фабрикалар енді көптігімен түсіндіріледі деп береді. Осылайша бұған көз жұмып сонымен қараған Англияның премьер-министрі Невил Чемберлен, Францияның премьер-министрі деп айтайық Эдуард Даладье, одан кейін Германияның басшысы болған енді Адольф Гитлер, әрине біз білетін, сосын Италияның көсемі, яғни Дуччида басшысы бұл Бенито Муссолини. Төртеуі ол келісімге қол қойып, сонымен Чехословакияны бөлшектейді. Кейін енді ал Чехословакияның өзі бұған бұл келісімге мүлдем қатыстырылмайды. Мынау деген сонымен Мюнхен келісімі тарихта үлкен бір орын алатын келісім. Шындығында жаңадан өсіп келе жатырған Гитлердің амбициясын осы жерде тұншықтырып тастаудың орнына көптеген әлемнің лидерлері оның өсіп кетуіне мүмкіндік берген. Яғни монстрды қолдан жасаған құбыжықты. Келесі 73-ші даты 1939 жыл өзара шабуылдаспау туралы КСРО мен Германияның пактісі. Енді бұл бізге күнімен белгілі тіпті 1939 жыл 23-ші тамыз немесе Риббентроп-Молотов келісімі. Риббентроп бұл сонымен Германияның сыртқы істер министрі, Молотов бұл КСРОның сыртқы істер министрі. Дәл осылай кәдімгі тестта сөзбе-сөз келіп жүрді. Өзара шабуылдаспау туралы. Бұл келісімнің нәтижесі қандай десе, немесе жылы сұралуы мүмкін, 160 сұрау болғаннан кейін жыл ретінде келуі мүмкін. Нәтижесі қандай болды дейтін болсаңыз, сонымен бұл келісімнің нәтижесінде КСРО мен Герман пактісі бойынша олар Европаны өзара бөліске салады. Келесі, сонымен 74-ші дата бұл 1939-45 жылдар, яғни 1939-1945 жылдар, екінші дүниежүзілік соғыстың орын алған жылдары 6 жылға созылған, 70 миллионнан астам адам қаза болған деп айтады. Бұл әлі дейін нақты цифр емес деп береді. КСРОның өзінен ғана 30 миллионға жуық адам өлген деп береді. Мысалы, қаза болған, оның ішінде оккупациялық режимде өлгені бар, Сталиндік репрессиядан қаза болғандарды қосып жіберді кейбір тарихшылар оның қатарына. Сонымен соғыста Майданда қаза тапқандар бар, із-түссіз кеткендер бар, көп ақ. Және бұл соғыстың үлкен бір енді ерекшелігі болып есептелетін бұл атом бомбасы кәдімгі сөз жүзінде, іс жүзінде кәдімгі қолданылды. Оған төмен жақта қазір тоқталамыз. Сонымен 75-ші дата ол 1941 жыл Германияның КСРО-ға шабуылы. Сонымен бізді оқытып келгендегідей ешқандай да тұтқын жолдан шабуыл жасамаған Германия мен оның алдында негізі КСРО-ның арасында, екеуінің арасында мынандай келісім болғандығын біз білеміз. Яғни мына жерде кім бірінші шабуыл жасайды деген мәселе тұрды деп айтады кейбір деректерде. Қалай болғандары сонымен 75-ші дата 1941 жыл Германияның КСРО-ға шабуылы, яғни 22-ші сонымен маусым күні таңғы сағат 4-тің шамасында деп оқитын едік қой біздер. Шабуыл жасалды. Ең бірінші соққыны өзіне қабылдап алған бұл Белоруссияның территориясындағы Брест деген қамал. Оны қорғаушылар түгелге дерлік, сонымен барлығы өлтірілді деп есептеледі. Кейінгі кинохроникаларда қарайтын болсақ, Гитлер ол жерде қасында Муссолинимен бірге сол жерлерге келгендігін көрсетеді бізде. Келесі 76-шы дата 1942-43 жылдар Сталинград шайқасы болған жылдары. Бұл деген өте сондай қанқұйлы шайқас болған деп айтады. Бұл енді екі жақтан да сонымен миллионнан, кейбір деректерде 2 миллионнан астам адам қатысқан деп береді. Бұл енді Сталинград деген қала қазіргі Ресейдің бұл Волгоград қаласы. Волга деген енді Еділ ғой, Еділ өзенінің бойындағы атақты Волгоград. Енді батыр қала деп есептейді бұны Кеңес одағының кезінде. Сонымен Қазақстанға ең жақын майдан болған неге десеңіз, Волгоград облысы бізге тиіп тұр мына жағында, сонымен Астрахань, Волгоград деген облыстармен, Самар, енді көп облыстармен шектесеміз. Сол біздің мына батыс Қазақстанның әсіресе мына Жәнібек, Орда аудандары, сонымен кейбір станциялардың бомбаланғандығын білеміз біздер, диверсанттардың түскендігін білеміз, листовкалардың таратылғандығын білеміз, парақшалардың, ұңғағаз деп айтамыз ғой кейде. Сонымен қатар мына Жәнібек ауданының территориясында мына яғни бомбалаушы ұшақтың атып түсірілгенін де білеміз. Сонымен қатар мына Ақтөбе, Атырау облыстарының территориясында мына әскери аэродромдарда, яғни ұшақтар қонып ұшатын аэродромдарында салынғандығын біз білеміз осы арқылы. Енді келесі 77-ші дата бізде 1943 жыл бұл Курск шайқасы. Курск иініндегі шайқас, немесе Дога дейді немесе де, яғни Курск иініндегі шайқас. Бұл деген сонымен 1943 жылы болған, бұл әлемдегі сонымен ең бір ірі танк шайқастарының бірі болған деп суреттейді жалпы. Танк шайқастарының бірі болған деп сипаттайды. Мынау деген сонымен бір былайша айтқан кезде ірі бір Кеңес одағы осы шайқас арқылы жеңіске жетті. Кейін біртіндеп сонымен Белоруссия, Украина территориясын азат етуге мүмкіндік алды. Қысқасы 43 жылдардан бастап енді Германияның бірте-бірте шегінуі басталады. Келесі 78-ші дата 1943 жыл бұл қараша айы деп береді. Негізі әдетте некеге назар аударамыз.
Тегеран конференциясы өтті. Тегеран деген бұл әрине Иранның астанасы. Сол Иранның астанасында осы Тегеран конференциясы өтеді. Яғни бұл үлкен үштік елдерінің басшыларының тұңғыш рет кездескен уақыты, бетпе-бет. Сол кездегі КСРО-ның басшысы әрине Йосиф Сталин, Ұлыбританияның премьер-министрі Уинстон Черчилль және ақш-тың президенті бұл Франклин Рузвельт болатын. Осылайша үлкен әлемдік сонымен оқиға болды деп айтуға болады. Келесі 79-ші дата ол 1945 жылы сонымен Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы қабылданған, 24 қазан күні қабылданған, Сан-Францискода алғаш сонымен бұны құру туралы енді келісім мәселесі. Жалпы енді Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы, жалпы Біріккен ұлттар ұйымының өзін құру туралы негізінен ел жоспарында айтылады. Кешірім өтінемін. Құру туралы мына Думбертон Окс деген келісімде айтылады. Және кейін сонымен алғашқы құрушы мемлекеттердің барлығы ақыры жарғысын қабылдаған. Сонымен 80-ші датаға кетеміз ары қарай. 1945 жыл ақш-тың Хиросима, Жапонияның екі қаласында, бірінші Хиросима, сосын Нагасакиге атом бомбасын тастауы. Сонымен Хиросимаге 6 тамыз, Нагасакиге 8-нен 9-на қараған түн. Кейбір деректерде 8, кейбір деректерде 9 деп береді. Негізі көбінесе әлемде 8 деп беріп жүр. 6 және 8 тамыз күндері атом бомбасы тасталады осылайша. Бұдан енді зардап шеккендердің саны өте көп болған. ақш-тың енді үлкен осындай бір адамзатқа қарсы қылмыс жасағандығы айтылады. Мен атом бомбасын осыған дейін адамға қарсы сынап көрмеген болатын. Келесі 81-ші дата 1947 жыл бұл Гарри Трумэн деген сонымен ақш-тың президенті. Бұл кімнен кейін келген? Рузвельттен кейін келген. Ол үлкен сонымен доктрина қабыл етті. Ұзақ перспектива сонымен стратегиялық құжат қабылдайды. Ол бойынша 1935 жылдан созылып келе жатырған ақш-тың изоляционизм саясаты тоқтатылады. Трумэн енді ендігі жерде айтады, кез келген әлемдегі болып жатқан оқиға бұл ақш-тың қатысуынсыз енді болмауы керек. ақш сонымен белсенді түрде сыртқы саясатқа араласа бастағандығымен түсіндіріледі. Және осы жылы 1947 жылы тағы бір Маршалл жоспары қабылданады. Маршалл жоспары бұл Еуропаны, яғни екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қираған Еуропаны қалпына келтіруге арналған жоспар. Кейбір деректерде Еуропаны қалпына келтіру немесе КСРО ол келісімді қабылдамай қалатын себебі не деп айтатын еді бізде? Яғни бұл ақш-тың Еуропаны қанау жоспары. Қалай болғанда да бұл жоспар бойынша сонымен ұзақ мерзімдік несие береді еуропалық мемлекеттерге. 82-ші дата ол 1949 жыл НАТО-ның құрылуы. Яғни 4 сәуір сонымен солтүстік Атлантикалық одақ дейді капиталистік елдердің жаңа бір қалыптасқан соғыстан кейінгі сонымен қауіп бұл КСРО-дан төнетін қауіптің мүмкіндігін ескере отырып олар деген сонымен НАТО-ны құрады осылайша. Яғни солтүстік Атлантикалық одақ. Сонымен 83-ші дата ол 1950-53 жылдар аралығында Кореяда соғыс болған, азамат соғысы. Бұлар деген сонымен екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Жапонияның оккупациясынан құтылады. Сөйтіп екеуі деген өзара соғысып, солтүстік сонымен Корея деген КСРО-ның Қытайдың қолдауымен оңтүстік Кореяға шабуыл жасап, қысқасы тіпті оның астанасына дейін жаулап алады. Бірақ ақш бастаған елдер көмектесіп, қысқасы Корея деген оңтүстік Корея жеңіске жетіп, сөйтіп қазіргі біз көріп жүрген шекара бекітілген 38-ші параллель бойынша екі Корея қазір бөлініп отыр. Негізі бір тұтас мемлекет, бір тілде сөйлейді негізінен. Діндері де бір деп айтуға болады. Ортақ тарихи мысалы тұлғалар да бар екеуінің. Сөйтіп Женева келісімінің нәтижесінде Корея екіге бөлінеді. Тағы да қайталап бұл 38-ші параллель бойынша. Корея ол Корей түбегінде орналасқан. Олардың да негізі тарихы өте бізге қатты ұқсайды, бір көбінесе отар болған ел болар деген. Бірде Қытайға, бірде Жапонияға. Келесі 84-ші дата 1955 жыл бұл Варшава келісімшарты ұйымының құрылуы. Яғни социалистік елдер мына НАТО-ға жауап ретінде сонымен үлкен әскери одақ құратын. Бұл ұйым деген негізінен НАТО-ға қарсы құрылды дегеннен көрі, бұл мына социалистік елдердің ішінде болған кейбір социалистік ұстанымға қарсы көтерілістер бола қалған жағдайда, Варшава келісімшартын бұны осы ұйымды көтерілісті басуға арналған тетік ретінде пайдаланған. Келесі 85-ші дата ол 1956 жыл. 1956 жыл Суэц дағдарысы Египетке қарсы сонымен үш жақты басқыншылық ұйымдастырады осылайша. Яғни Англия, Франция, сонымен Израиль елдері деген Египеттің территориясына басып кіреді. Енді бұған себеп болған сонымен 1956 жылы оның алдында Египеттің сонымен жаңа президенті келеді билікке, оған дейін корольдің билігі болған, қысқасы Гамал Абдель Насер деген президент келіп, бұл Суэц каналын бұл уақытта Египеттің өзінің қол астында емес, бұл деген Англия мен Францияның қадағалауында болатын.
сол Суэц каналын алып бұл национализациядай, яғни мемлекеттің қарамағына өткізеді, себебі Суэц каналы арқылы өте көп кемелер өтеді. Бұл деген мемлекеттің бюджетін толтыратын үлкен негізі мүмкіндік. Осыған байланысты Англия мен Франция осыған наразы болып, оның алдында 1947-49 немесе кейбір деректерде 48-49-да бірінші араб-израиль соғысы болып кеткен болатын. Соны сылтауратып, сонымен қысқасы Англия, Франция және Израиль осы мүмкіндікті пайдаланып 1956 жылы барлығы осы Египеттің территориясына басып кіреді, Синай түбегін жаулап алады, сонымен Израиль деген, және Суэц каналын Англия мен Франция қадағалайтын болып сонымен уақытша келісілген. Бұл енді оқиғаларға байланысты ақш пен КСРО деген суықтағы екі супердержава алаңдаушылық білдіріліп, қысқасы бұл жерлерді кейін тастап шығады бұл мемлекет. Сонымен біз жаңа айтып кеткен енді даталардың барлығы қарастырдық деп ойлаймын. Сонымен тыңдағандарыңызға көп рахмет, құрметті оқушылар. Сау саламатта болыңыздар.